CT-KZ құжатына қатысты дау қайда шықты? Неліктен кәсіпорындар мұндай сертификатқа қол жеткізгісі келеді? Тексеру жұмыстарынан қандай нәтиже күтуге болады? Тақырып төңірегіндегі түйткілді мәселелерді тілшіміз Гаухар Омарбек зерттеп көрді. Әріптесім дәл қазір бізбен сараптамалық орталықтан тікелей байланысқа шығады. Қайырлы кеш, Гаухар. Қазақстанда жасалған деген атауға ие тауарлардың құрамы 100% жергілікті өнімдерден тұра ма? Жалпы атауына сай сертификат кімдерге беріледі? Қайырлы кеш, Ғани, әңгіменің әлқиссасын әуелі осы өзіңіз тоқталған ST-KZ деген ұғымнан бастасақ. Сертификаттың бұл түрі тек Қазақстанда жасалған өнімдерге беріледі. Ескерілетін жай, өнім құрамының 100% өзіміздікі болуы міндетті емес. Мысалы, сүт өнімдеріне қажетті кейбір қоспалар шетелден жеткізілуі мүмкін. Тауардағы қазақстандық үлестің мөлшері тіпті 0,15%-ді көрсетсе жеткілікті. Тек мал шаруашылығы мен пайдалы қазбалар. Су және жер қойнауына қатысты өнімдерге аталған сертификатты алу үшін 100% көрсеткіш талап етіледі. Қазір ST-KZ құжатына ие компаниялар саны 3000-ға жуықтады. Олар шамамен 10.000-нан астам өнім өндіруде. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы өкілдері мұндай жүйенің әлі ел экономикасына қаншалықты пайдалы екенін түсіндірді. Совершенствование системы. Қазақстандық тауар өндірушілердің сертификаттау жүйесін жетілдіру бағытында бірқатар тиісті жұмыстар атқарылуда. Мысалы, бұған дейін ST-KZ нақты тауарға ғана берілсе, қазір бұл құжат кәсіпкердің атына рәсімделеді. Яғни, барлық өнімнің көлемі қамтылады деген сөз. Тауар өндірушілер үшін ST-KZ құжаты үлкен маңызға ие, себебі аталған сертификаты бар компаниялар отандық тауар өндіруші деген мәртебеге ие. Олардың өнімі тендер өткізу кезінде басымдылық беріледі, әрі Еуразиялық экономикалық одақ өкілдері экспортталу барысында кедендік рәсімдеу кезінде жеңілдіктер көрсетіледі. Бұл мемлекет тарапынан үлкен қолдау екен түсінікті. Ал мұндай сертификаттан айырылған компаниялар жайында не айтасың, Гаухар? Бұдан бұлай Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы сертификаттың шынайылығын тексеруге құзырлы. Тек жарты жыл ішінде оларға 140 мекемеге қатысты шағым түскен. Тексеру барысында сертификат алуға қажетті құжаттарды заңсыз рәсімдеген 40 кәсіпкер анықталды. Қазір жалған құжат жасаған бұл мекемелердің тізімі құқық қорғау органдарына берілді. Оларға қандай шара қолданылатыны әзірге белгісіз. Ғани, менде бар ақпарат осы. Рахмет, бізбен тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Гаухар Омарбек болатын.